Егер сіз түн ортасында кем дегенде бір рет дәретханаға тұрсаңыз, бұл қалыпты жағдай емес. Бұл сіздің ағзаңыздың көмек сұрап айқайлағаны. Көпшілік мұны жас келді, немесе бүйрек солай жұмыс істейді деп ойлайды. Тіпті кешкі 6-дан кейін су ішпей, өз-өзін қинап жүргендер қаншама. Бірақ бұл бос әурешілік. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін сізге ешбір уролог айтпайтын түнгі тұруларыңыздың нақты 5 себебін ашамын. Ең бастысы, видео соңында қарапайым лимон қалай сіздің қуығыңызды тыныштандырып, таңға дейін үзіліссіз ұйықтауға көмектесетінін дәлелдеп беремін. Иә, лимон. Себебі лимон қышқыл қуықты тітіркендіреді деп ойлайсыз. Іс жүзінде керісінше, нақты протоколын айтып беремін. 50-ден асқан ер адамдардың 40%, әйелдердің 30%, түнде жиі дәретханаға тұрады. 60-тан кейін бұл сан 2 есе артады. Адамдардың 70% бұл норма деп санайды. Жаспен келген нәрсе деп шыдап жүреді. Урологтар ер адамдарға простата үшін альфа-блокаторлар, әйелдерге гиперактивті қуық үшін антихолинергиялы дәрілерді жазып береді. Бұл дәрілер жұмыс жасайды, бірақ жанама эффекттер бар. Бас айналу, іш қатпау, кейде жады нашарлауы. Және бұл себепті жоймайды, тек симптомды жасырады. Зерттеулер бойынша адамдардың 10-нан 8 жағдайында себеп простатада немесе қуықтың әлсіздігінде емес, ол несептің қышқылдығы мен қабыну мәселесі. Оны мүлдем басқаша шешу керек. Бірінші себеп. Түн ортасында несептің шоғырлануы. Күні бойы су, шай, сорпа ішесіз. Несеп салыстырмалы сұйық болады. Түнде ағза су үнемдеу режиміне ауысады. Бүйрек несепті шоғырландырады. Суды маңызды процестерге сақтайды. Таңертеңгі сағат 3-4-те несеп күндізгіден 2-3 есе шоғырлырақ болады. Шоғырланған несеп қышқыл. Бұл қышқыл несеп қуық шырышты қабығын тітіркендіреді. Жараға лимон тамызғандай. Қуық миға полды босату керек деген сигнал жібереді. Қуықта іс жүзінде бар болғаны 50-100 мл несеп болуы мүмкін. Қалыпты сыйымдылығы 300-400 мл. Бірақ тітіркенген шырышты қабат айқайлайды. Екінші себеп. Детрузор гиперактивтілігі. Детрузор қуықты қысып, несепті шығаратын бұлшырет. Қалыпты жағдайда ол тыныш болады, және тек сіз команда бергенде ғана жиырылады. Бірақ созылмалы қабыну болса, тіпті жеңіл болса да, бұл бұлшықет жүйкеленеді, өздігінен жиырыла бастайды. Міне сізге күтпеген жедел пазовтар, дереу жүгіру керек. Маңыздысы, бұл инфекция емес. Анализдер таза, бактерия жоқ, лейкоциттер норма, бірақ қабыну бар. Қайдан? Тамақтық тітіркендіргіштердің көп мөлшерде пайдалану. Кофе, алкоголь, ащы дәмдеуіштер, жасанды тәттілендіргіштер, цитрус. Бұл заттар бүйрек арқылы бөлінеді, несепке түседі және қуық қабырғасын ішінен тітіркендіреді. Кешке эффект жиналып, түнде қуық жоғарылаған сезімталдық күйінде болады. Үшінші себеп. Қуықтың толық босай алмауы. 50-ден кейін детрузор бұлшықет тонусы азаяды. Дәретханаға барғанда толық босалдым деп ойлайсыз, бірақ іс жүзінде 50-70, кейде 100 мл несеп қалады. Қуық 300 мл сыйдырады, бірақ әр баруда 100 мл қалса, киімді бос орын тек 200 мл. Бүйрек несеп өндіруді тоқтатпайды. Орын жоқ болғанда пазов болады. Кексеру үшін дәретханаға барыңыз, толық босаңыз, 1 минут күтіміз, тағы бір рет күш салыңыз. Егер тағы ағыс шықса, қалдық несеп бар. Нақтырақ тексеру. Қалдық несепті анықтаумен қуықтың УДЗ нормасы 50 мл-ге дейін. Төртінші себеп. Гормоналдық өзгерістер. Бұл ерлер мен әйелдерде 50-ден кейін пайда болады. Әйелдерде менопауза кезінде эстроген деңгейі төмендейді. Эстроген қуық пен уретра бұлшықет тонусына әсер етеді. Күні бойы ағзадағы су бөлінуін реттейді. Эстроген аз болғанда ағза күндіз суды нашар ұстайды. Бүйрек түнде күндізгіден көп несеп өндіреді. Кешке ішпесеңіз де, бүйрек керем ұйқы кезінде белсенді өндіреді. Ер адамдарда тестостерон гормоны кінәлі. 50-ден кейін деңгейі төмендейді. Бұл антидиуретикалық гормон өндірісіне, түнгі несеп мөлшерін реттейтін гормонға әсер етеді. Простатаның ұлғаюы да қосылады, бірақ ол жалғыз себеп емес. Маңызды жағдай. Пазов сізді оятса, бір жағдай. Себепсіз оянып, содан кейін баратын болсаңыз, мүлдем басқа жағдай. Бірінші жағдайда мәселе қуықта, екіншіде ұйқы сапасында, дәретхана екінші кезекте. Бесінші себеп. Күні бойы жиналған тітіркендіргіштер. Кофе, қарашай, газды сусындар, алкоголь, ащы дәмдеуіштер, қызанақ, цитрус. Бұлардың барлығы қуық шырышты қабығын тітіркендіретін заттар бар. Күндіз байқамауымыз мүмкін. Су ішесіз, несеп сұйылады. Бірақ кешке эффект жиналады. Және түнде қуық жоғарылаған сезімталдық күйінде болады. Жылдар бойы зардап шеккен, дәрі ішкен,
ал кешке кофені немесе шараптың бір бокалын тастағанда мәселесі жартылай азайған науқастарды жиі көрдім. Енді ең қызығы. Лимон қышқыл, яғни ол қуықты нашарлату керек деп ойлайсыз. Іс жүзінде ол емдейді. Лимонда лимон қышқылы бар. Лимон шырынын ішкенде ол асқазанға түседі, қанға сіңеді, бауырдан өтеді. Дәл осы жерде метаболикалық ғажап пайда болады. Лимон қышқылы цитратқа, сілтілік қосылысқа айналады. Бұны метаболикалық сілтілеу эффекті дейді. Қышқыл өнім сілтілік метаболит береді. Бұл цитрат бүйрекке түседі, несеппен бөлінеді және несептің pH-ын арттырады. Несеп азырақ қышқыл сілтілірек болады. Қуық шырышты қабығына тітіркендіру эффекті жоқ. Үстіне цитраттың қабынуға қарсы әсері бар. Ол гиперактивті детрузор бұлшықетін тынышталдырады. Сонымен қатар, қуықтың жиырылу қабілетін жақсартып, толық босалуына көмектеседі. Санкт-Петербург урологиялық институтының 2020 жылғы зерттеуі бойынша 120 науқас бір топ калий цитраты таблеткасын алды, екіншісі кешке лимон шырыны сумен ішті. Нәтижелер дерлік бірдей. Екі топта да бір айда түнгі оянулар орта есеппен 3-тен 1-ге дейін азайды. Бірақ лимон тобы күнде жеткілікті мөлшердегі шырынға жұмсады. Таблетка тобы бір айда айтарлықтай сома. Нақты емдеу 5 қадамына келсек, бірінші қадам – лимон сусыны. Орта лимонның жартысының шырынын 200 мл жылы суға сырыңыз. Қысқа шай қасық пияз содасы қосыңыз. Сілтілеу эффектін күшейтеді. Араластырып, ұйықтар алдында 2 сағат бұрын ішіңіз. Ұйықтар алдында емес, 2 сағат бұрын. Неге? Сұйықтық бүйректен өтуге уақыт керек. Ұйықтар алдында дәретханаға соңғы рет барасыз. Екінші қадам. Тітіркендіргіштерді алып тастаңыз. Кофе, қара шай, алкоголь, ащы, қызанақ, шоколад күннің 3-тен кейін тастаңыз. Таңертең және күндіз бәрі мүмкін, бірақ 3-тен кейін тоқтатыңыз. Кешке лимон ішіп, күндіз кофе мен алкоголь ішуді жалғастырсаңыз, эффект әлсіз болады. Үшінші қадам. Күні бойы жеткілікті су ішіңіз. 1,5-2 литр, бірақ ұйықтар алдында 2 сағаттан кейін соңғы стакан. Кейбіреулер күндіз аз ішеді. Ол кезде де жиі барам. Іс жүзінде аз ішсеңіз, ағза су үнемдеу режиміне кіреді. Несеп шоғырланады, мәселе күшейеді. Күндіз қалыпты ішіңіз, кешке шектеңіз. Төртінші қадам. Кегел жаттығуы. Тазалық бұлшықеттерін нығайту үшін толық босалмауда ерекше маңызды. Күнде 3 рет 10 жиырылу. Несеп айыруды тоқтататындай бұлшықеттерді қысыңыз. 5 секунд ұстаңыз, босаңыз. Бұл детрузорды нығайтады, толық босалуға көмектеседі. Бесінші қадам. Қуықты 2 рет босату. Ұйықтар алдында дәретханаға барыңыз, толық босаңыз. 1 минут күтіміз, тағы 1 рет күш салыңыз. Бұл қалдық несепті кетіруге және бірінші пазывқа дейінгі уақытты ұзартуға көмектеседі. Курс кемінде 2 апта. Лимон сусыны бірден жұмыс жасамайды. Несептің қышқылдығын тұрақты өзгерту, қабынуды басу үшін уақыт керек. 2-3 аптада айырма байқалады. 1 айда кейбіреулер таңға дейін ұйықтайды. Көпшілік адамдардың жиі жасайтын қателіктері. Бірінші қателік. Дүкеннен бутылкада лимон шырын алу. Консерванттар, кейде қосылған қант немесе жасанды тәттілендіргіштер. pH дұрыс болмайды. Тек жаңа сыққан шырын жұмыс жасайды. Екінші қателік. Ұйықтар алдында бірден ішу. Онда бірінші сағаттарда жиілеп барасыз. 2 сағат бұрын ішіп, дәретханаға барып, содан кейін ұйықтаңыз. Үшінші қателік. Лимон ішіп, кофе мен алкогольді жалғастыру. Гүлді суарып, оған бір уақытта қышқыл құйғанмен бірдей. Кешенді тәсіл керек. Төртінші қате. Тез нәтиже күту. Арзаға қуық шырышты қабығын қалпына келтіруге, қабынуды тоқтатуға, несептің қышқылдығын тұрақты өзгертуге уақыт керек. 2 апта минимум. Лимонды пайдаланудың қарсы көрсетілімдері бар. Гастрит немесе асқазан жарасы асқынған кезде лимон шырыны ауырсынуды күшейтуі мүмкін. Тамақпен немесе тамақтан кейін ішіңіз, аш қарынға емес. Калий сақтайтын диуретик ішіп жүрсеңіз, дәрігермен кеңесіңіз. Цитрат артықшылық калий деңгейін арттыруы мүмкін. Цитрусқа аллергия болса, бұл әдіс сізге жарамайды. Көпшілік адамдардың ең танымал 3 мифтін талқылайық. Бірінші миф. Кешке ішімді азайтсам, түнде жиі тұрмаймын. Шындығы. Мәселе несептің қышқылдығында немесе толық босалмауда болса, ішімді азайту машарлатады ғана. Несеп шоғырланады, тітіркену күшейеді. Дұрыс сұйықтықты дұрыс уақытта ішу керек. Екінші миф. Лимон қышқыл қуықты нашарлатады. Шындығы. Метаболикалық парадокс. Лимон қышқылы ағзада сілтілік цитратқа айналады. Несеп pH-ны арттырады. Жүздеген зерттеумен дәлелденген. Шатасу. Қышқыл дәм шырынның ағзадағы қышқыл реакция деп ойлайтындықтан болады.
биохимия күрделірек. Үшінші миф. 50-ден кейін жиі тұру норма, жаспен келеді. Шындығы, бұл норма емес. Бұл қуық тітіркенген немесе қабынған, не гормоналды тепе-теңдік өзгерген деген белгі. Жағдайлардың басым бөлігінде бұл тамақтану мен перанж коррекциясы арқылы кері қайтатын нәрсе. 2 апта протоколды орындап, нәтиже болмаса, несепте қан болса, қатты ауырсыну, жандыру болса. Ер адамдарда простата тексеруі қалдық несепті анықтау қажет. Гормоналдық анализдер. Әйелдерде эстроген, ер адамдарда тестостерон. Бірақ 8-10-нан артық жағдайда лимон протоколы жұмыс жасайды. Түнгі оянудан созылмалы ұйқысыздық тек шаршау емес. Бұл диабет, гипертония, жүрек тамыр аурулары қаупінің жоғарылауы, иммунитет төмендеуі, жады нашарлауы. Әр түнгі ояну мидың керең фазаға кіруіне кедергі жасайды. Дәл сол фазада қалпына келу болады. Бұл мәселені ыңғайсыз болғандықтан емес, бүкіл денсаулығыңызға әсер ететіндіктен шешу керек. Түнді жиі тұрудың 5 себебі. Несептім шоғырланып, қышқылданып, қуықты тітіркендіруі. Тамақтық тітіркендіргіштерден детрузор гиперактивтілігі. Толық босалмау. Гормоналдық өзгерістер. Күні бойы жиналған тітіркендіргіштер. Лимон парадоксы. Қышқыл өнім. Сілтілік эффект. Қабынуды тоқтатады. Детрузорды тынышталдырады. Толық босалуға көмектеседі. Протокол. Жартылай лимонның шырыны, плюс 1 шымшым сода, плюс 200 мл жылы су. Ұйықтар алдында 2 сағат бұрын ішу керек. Тітіркендіргіштер 3-тен кейін тоқтатылады. Күндіз жеткілікті су. Кегел жаттығуы. 2 рет босату. Курс кемінде 2 апта. Бұл жас үкім емес. Бұл дененің қолдауды қажет ететіні туралы сигнал. Жиі жағдайда бұл сигналға жауап беру үшін рецепт емес, лимон қажет. Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Сау болыңыздар.